Барлығына салам достар, сендермен бірге как обычно мен Духа. Бүгінгі видеоның тақырыбынан көріп тұрғандарындай, бүгінгі видеода бізде Путь бомжаның 6-шы сериясы. Достар, қалай ойлайсыздар, осындай растякпен, яғни әдемі форматта видеолар түсірейін бе? Егер де осындай видео түсіргенімді қаласаңыздар, комментария жазып кетіңіздер. Және де осы видеоға 50 лайк жиналатын болса, мен келесі бөлімді сразу шығаратын боламын. Ал ендеше біз көп созбай видеомызды бастаймыз. Астана серверінде 8-ші уровеньға жеттік. Ал ендігі кезек бізде стройкада, яғни стройкада осы 8-ші уровень болғандықтан жұмыс жасайтын боламыз. Енді веб-чаттың бәрінен қарасан, бәрі әйтеуір премия бергіштер. Енді негізі форумға қарап қалсам ТК, яғни скалардың барлығын, яғни строительный компания мен транспортный компаниялардың осындай премияларын негізі көтеру керек болған болатын. Ал кейбір стройкалар бар, кейбір 20 мың беретіндер және де 50 мың беретіндер. Бірақ мен осы стройкаға, яғни ана Южныйдан Нижегорскіға қарай зря келген жоқпын. Енді осы жақта не үшін келдім десеңдер, осы стройкада вип-чатта 400 мың рубль беретін болғандықтан осында келдім. Енді воздухан болып қалмаса, негізі пойди, бүгінгі видеода осы стройкалардың воздух па или не воздух па, бүгінгі видеода соларға жауап беретін боламыз. Енді не только стройка, яғни бізде бүгінгі видеода кейстарды открытие жасауға да болады. Так что достар, видеоны соңына дейін қарап кетіңіздер, және де менің Череповец серверіндегі хэштег промо деп жазып, менің Духа деген промокодын жазып кетсеңдер, сендерге кереметтей бонустарды береді. Ал ендеше біз келесі видеоларымызда жалғастырамыз. Ал ендігі достар, 2-ші уровеньге де жетіп келдік. Енді қазір дальше осындай құбырларды жасауды жалғастыратын боламыз. Достар, көріп тұрғандарындай бізде стройканы аяқтадық. Ал ендігі кезек бізде осы 400 мың рубль, яғни премияны беру керек болған. Әрине енді воздухан болып енді бермей қойып жүрмесе, пойди негізі өз еңбегімізбен, адал еңбегімізбен тапқан, осы стройкадағы премиямызды беру қажет. Егер бермесе, мен заявление жазам. Мыналар, воздухан болып шықты ғой, мұнан, осында немесі бар емес, біз замигі, шығып кетті ойымнан. Көріп тұрғандарындай, осы камриді сатқалы жатырмын, яғни бұл камриді мен алдыңғы жолы сатып алған болатымын. Енді сатып алған болатым дегенде, бұл видеоға түспей қалған, почему-то, или екі телефонның біреуінен қалқаған ба, сондай. Енді қандайын таптым, осы 3 миллион 600 мың рубльға, осы пацанға сатып жатырмын, яғни Влад Раговский деген балаға, осы камри 55-імді табыстайын деп жатырмын. Яғни 3 миллион 600 мың рубльға. Бұл, құда түскелі жатыр ғой. Қазір жіберетін боладым. Так, не істейміз? Енді покупатель отменил покупку транспорта дейді. Не үшін бұл отменить етті?
Да, бля, бүгінгі видеода что-то воздухандар везде ма, қалай өзі, что-то воздух не шығып жатыр ма, или вентилятор ма. Короче, сәл терезені қаттасып жүрген сияқтымын, так что сквозняк болып кетіп жүрмесін, есікті де жоқ қойын, терезені де жоқ қойын, короче. Легендарный Нұрасыл, яғни Нұрс Муслимский деген дос баламмен Казикқа келдік. Енді Казиктің екеуміз короліміз ғой, так что енді 1 400 000 рубль көтеріп қайтып бара жатқан жайымыз бар ғой, короче. Енді бізден Нұрс братан кәдімгідей походканы жіберген, қазір 99-ны отырып кетеміз. Вообще ақша дегеннің бетіне қарап жатқан жоқпын, осы приораны для тиктокқа сатып алып жатырмын. Енді ішінде, короче, осы Нұра хит деген бағадан осыны для тиктокқа енді алып жатырмын. Тиктокқа енді көріп тұрғандарыңыздай көп деген шортста салып жатырмын. Сол шортстың ішіндегі осы легендарный тачкалар, осы Камри және де осы приора. Енді Астана серверінде тем более осындай видеоларды түсіру өте керемет деп ойлаймын. По идее, енді мынан рөлін сұрап жатырмын. Рөлді аламыз да қалай айдайтын, яғни внешность адамды оң қарайтын боламыз. Мына братан 500-ден түспеймін деп, короче, тұрып алды. Так что жарайды, алла берейінші, 900 000 қалтамда қалады ғой дедім да, купить дегенді бастым. И все, достар, 500 000 рубльға біз осыны сатып алдық. Енді мынау маған да везеш дейді, ниеттен, короче, енді маған түспей қойды, мен де саған солай ответ қайтарам ғой, короче, бауырым. Внешне тексеруге келдім, яғни осы внешность ауыстырамын. Короче, осының немесі дөңгелегі сәл колхозда болып қалғандай ма, короче, осы жақта қазір колесоны ауыстыратын боламын, яғни дискаларды сәл әдемі қылып па, сондай, короче, ауыстырғалы жатырмын. Сіздердің көздеріңізше енді вылет ойбен не болып бітті. Қазір мына жерден шығамыз да, бізде радиус дейді, и колеса дегенді или диск ауыстырайын ба. Пойди диска, диска дегенді басамыз, диски и диска баса, диска баса деп ғой. Короче, нормальный осындай кереметтей немерді дискалардың біреуін таңдаймыз. Енді нормальный дискалар түссе, міне, опа, мынау әдемі көрінеді екен, бірақ осыны алайын ба. Или дальше қарап көрейін, егер де нормальныйлар түсіп қалып жататын болса, соларды да алып қарайтын боламыз. И қараймыз. Ұзақ ойлана келе, осыны, короче, сатып алға жатырмын. БПС, короче, 13 000 рубльға ББС деген диска сатып алып жатырмын. Енді бұның цветін ақ цветке ауыстырамыз, сәл әдемілеу көрініп қалды. И бізде приора готова. Енді мұнымен тикток түсірсен, енді әдемі кетеді. И айтпақшы айта кетейін, тикток түсір демекші, шортсты қарап кетіңдер. Ұзақ келе осы кейс нитроны ашқалы жатырмын, яғни осы жердегі кейс нитроны ашам. Алдыңғы видеоларды ашқан болатынмын тоже. И кейс турбома бір нәрселер ашқан болатынмын. Сәл скрин жасап алайын, и после деп ше, кәдімгі қодыртып ше, андай болады ғой. Короче, солай добычадан қазір аламыз да, кейс нитроны бірге сіздермен бірге осы жерден Нұрспен бірге ашатын боламыз. Ал ең алғашқы осы немен ашсайын 5 ежедневный кейстарды и не түсетінін бірге қараймыз. И пропустить анимацию деген басайық. Біріншісінен бізге Black Coin түсті, базара нет, 5 Black Coin уже түсіп кетті. Екіншісін ашамыз, и бізге VIP Gold түсті 2 сағатқа, и үшіншісін ашамыз. Үшіншісінен бізге аптечка түсті, бұны біз распутить жереміз, оны немеге, кристалға, и тағы істейміз. И бізге тағы Black Coin түсті, бізге 15 Black Coin, бұл әдемі. И тағы бір рет ашамыз, и бізге тағы Black Coin түсті, әдемі ғой, 5 Black Coin. Енді қазір осы жерден 15 Black Coin, яғни бәрі Black Coin'дарды алып аламыз, и все. Ендігі кезек жесткий неме момент, осы кейс нейтроны лимитный кейсті ашқалы жатырмыз. Енді на жерінен нормализация көтсе екен, енді хотя бы бар ғой, 700 Black Coin түсіп кетсе, пайда әдемге түседі, бірақ 700 Black Coin бар ма, білмеймін, 600 шығар. Короче, сіздермен бірге ашатын боламыз. Ал бастық. Так, ақ, жасыл. Еба, достар, Black Coin түсіп кетті. Еба, әдемі бұл. 700 Black Coin түсті. Еба, базар нет жеги. Енді келесі Black Bass, яғни көзак 300 шығады деген болатын. Сол көзакты бұйырса, алла қаласа, келесі Black Bass'ты біз алатын болып тұрқ қой. Бізде 833 Black Coin, и келесі немені алатын боламыз, достар, бұйырса. Мамыл, әдемі кетті, достар, бәрінен көрі осы зор кетті. Енді бүгінгі видеода өз кереметтей бір моменттары болды. Так что, достар, лайк басып кеттіңдер.